Қайырлы күн. Бүгін біз Kahoot ойынын жасауды үйренеміз. Kahoot арқылы білім алушыларға әртүрлі тест, ойын түрінде викториналар және сауалнамалар өткізіп, сонымен қатар әрбір оқушының немесе топтың білімін бағалауға болады. Kahoot арқылы біз білім алушылардың бойында бәсекеге қабілеттілікті, білімге құштарлықты дамытамыз. Мен сізге Kahoot-қа қалай тіркелу керек, ойын тесттерін қалай жасау керек, нәтижелерін қалай аламыз және көпшілікті қалай жұмылдырамыз, яғни оны басқалармен қалай бөлісеміз деген сұрақтарға жауап беремін. Ендеше бастайық. Біріншіден, кез келген браузерді kahoot.com сайтын жазып, оған кіреміз. Kahoot-тың ресми сайтына кірген соң оң жақ жоғарыда орналасқан Sign up, яғни тіркелу батырмасына басамыз. Келесі бетте 4 категорияның біреуін таңдау ұсынылады. Мұғалім, студент, жеке адам және кәсіпке жұмысқа байланысты. Мен мысалға мұғалімді таңдаймын. Одан кейін оның өзі тағы бірнеше түрге бөлінеді. Мектеп, жоғары оқу орны, мектеп әкімшілігі және бизнес жұмыс. Мен мектепті таңдап, әрі қарай тіркелу формасына өтемін. Тіркелу жеке пошта арқылы, Google аккаунт арқылы немесе Microsoft аккаунт арқылы жүзеге асады. Мен Google аккаунтты қолдануды жөн көрдім. Себебі бұл өте тез және ыңғайлы. Келесі бетте сізге өз атыңыз бен Kahoot жүйесінде пайдаланатын атыңызды енгізуді сұрайды. Жұмыс істейтін орында менің жағдайымда мектебімнің атын енгізудің қажеті жоқ. Әрі қарай кеттік. Енді бізге Kahoot туралы толығырақ білу үшін ағылшын тілінде видеоролик ұсынылады. Оны skip батырмасын басып өткізіп жіберсек болады, не create challenge батырмасын басып жаңа ойын құрастыруға кіріссек болады. Сонымен, біз Kahoot-тың негізгі бетіне келдік. Бағана мен сізге Kahoot-қа тіркелу үшін неге Google аккаунт ыңғайлы дедім. Соның себебін айтайын. Келесі жолы осы сайтқа кіргенде Sign up кіру батырмасын басып кіресіз. Мұнда алдында тіркелген Google аккаунтты таңдай саласыз. Ол автоматты түрде Kahoot-тағы жеке аккаунтыңызға апарады. Бір сөзбен айтқанда, қайта-қайта логин мен құпия сөзді кіретін кезде терудің қажеті туындамайды. Келесі маңызды сұрақ, Kahoot-ты пайдалану тегін бе? Иә, ол тегін, бірақ оның қосымша функциялары бар нұсқаларын сатып алуға болады. Pro және премиум нұсқаларының бағалары алдыңызда тұр. Олардың біз пайдаланатын Basic, яғни бастапқы нұсқасынан қандай артықшылықтары бар? Мәселен, сұрақтар арасында қосымша слайдтар енгізуге болады. Бір сынып емес, бүкіл мектепке арнап ойын жасауға болады. Кері байланыс алуға, яғни жеке пікірлерін білуге мүмкіндік бар. Бір ойында сұрақтардың бірнеше түрлерін қолдануға болады, және тағы сол сияқты артықшылықтары бар. Барлығы экранда көрсетілген. Егер осы артық мүмкіндіктерді көргіңіз келсе, онда Pro немесе премиум нұсқаларын 7 күн тегін пайдалануға болады. Әзірше, менің ойымша, бізге бастапқы Basic нұсқасы да жетеді. Негізгі бетті демо ойын ойнауға болады. Соны сізбен бірге ойнап көрейік. Ойынды сол жақта орналасқан виртуалды смартфон арқылы немесе өз смартфоныңыз арқылы ойнауға болады. Берілген пин-кодты сосын атымызды енгізіп ойынды бастайық. Сұрақтар ағылшын тілінде, барлығы 9 сұрақ. Осымен демо ойынымыз аяқталды.
Енді негізгі бетке оралып, өзіміз ойын құрастырайық. Ол үшін қазір шығып тұрған ортадағы Create Kahoot немесе жоғары оң жақтағы Create батырмасын басамыз. Ашылған мәзірден тағы да Create'ті таңдаймыз. Міне, біз ойын тестін құрау бетіндеміз. Алдын ала дайындаған сұрақ пен жауаптарды мен Google дисктен алып көшіріп қоямын. Біріншіден, ойын тестінің атын Қазақстан тарихы деп қойып сақтайық. Енді барлық сұрақтар мен жауаптарды тиісті жерлеріне Google құжаттан көшіреміз. Сұрақ деген жерге сұрақты, жауап деген жерге жауапты енгіземіз. Сонымен қатар дұрыс жауапты жасыл белгіше қойып таңдауды ұмытпаңыз. Бұл жерде біз Kahoot-тың Basic нұсқасын қолданғандықтан тек сұрақтың бір түрін ғана қолдана аламыз. Әрі қарай келесі сұрақты қосу үшін сол жақтағы Add Question батырмасын басамыз. Сұрақтың түрін таңдаймыз. Біріншісі тек бір жауабы дұрыс сұрақ және екіншісі я жоқ ойынына арналған сұрақтың түрі. Біз біріншісін таңдаймыз. Тура осындай жолмен барлық сұрақтарды енгізіп шығамыз. Сонымен біз барлық сұрақтарды енгізіп шықтық. Енді жоғары оң жақта орналасқан Done, яғни дайын батырмасын басамыз. Енді бізге 3 түрлі нұсқа ұсынылады. Осы ойынды тексеру, қазір ойнау және басқалармен бөлісу. Біз жасалған дүниемізді тексеріп көрейік. Браузердің жаңа бетінде Қазақстан тарихы тест ойыны ашылады. Ойын екі нұсқада. Жеке адамдар арасында немесе топтар арасында. Біз классикалық бірінші түрін таңдаймыз. Ал кеттік. Экранның сол жағындағы виртуалды смартфонға пин-кодты, сосын атымызды енгізіп сұрақтарға жауап беруді бастаймыз. Әрине, сыныпта отырған кезде оқушылар өз смартфондарын қолданады. Бір ескертетін жайт бар. Сұрақтар мен жауаптар тек мұғалімнің экранында болады. Ал оқушының қолындағы смартфонда жауаптар тек геометриялық фигуралар түрінде көрінеді. Сұраққа жауап дұрыс берілсе, смартфонда жасыл белгі шығады. Ал енді біз 5-ші сұраққа қате жауап берейік. Ол кезде смартфон экраны қызылға боялады. Тағы бір қызықты жайт. Балл саны тез жауап бергенге байланысты. Неғұрлым оқушы тез жауап берсе, соғұрлым баллы көбірек болады. Соңғы сұрақ аяқталды. Нәтижелері көз алдыңызға шығады. Кім қандай орын алғаны балл санымен көрсетіледі. Ойын тесті аяқталған соң оқушы кері байланыс береді.
Яғни рейтинг бойынша бағалайды, пайдалы бір нәрсе алдың ба, басқа біреуге ойында ұсынасың ба, сонымен қатар смайлик қой деп сұрақ қойылады. Осымен оқушы тестті аяқтайды. Ал мұғалім тест нәтижелері бойынша есепті көруге, нәтижелерін сақтауға, осы ойында қайта ойнауға және жаңа ойын құрастыруға мүмкіндікке ие болады. Біз ойын бойынша есепті көрейік. Жаңа бетте біз қанша адам тестке қатысты, қанша сұрақ қойылды, қанша уақытта тестті өткен туралы ақпаратты ала аламыз. Одан соң ойынға қатысқан әрбір оқушының көрсеткіштерін де алуға болады. Содан кейін сұрақтар бойынша есепті және соңғысы кері байланысты қарауға да мүмкіндік бар. Сонымен қатар әрбір ойын бойынша есепті Kahoot сайтында жоғарыда орналасқан Reports батырмасы арқылы көруге болады. Егер есепті Microsoft Excel форматында компьютерге сақтап алғыңыз келсе, онда тиісті ойынның тұсында орналасқан 3 нүктеге басып, Download Report-ты таңдайсыз. Одан кейін сіздің жасаған ойындарыңыздың барлығы Kahoot батырмасында сақталады. Оны бассаңыз ойындар тізімі шыға келеді. Әрбір ойынның үстіне басып, ішіне кіруге мүмкіндік бар. Бұл жерде ойынды ойнауға, онымен бөлісуге және өзгерістер енгізуге болады. Мен өзгерістерді қалай енгізуге болатынын көрсетейін. Ол үшін қарындаштың суретіне басамын. Осы кезде біз жаңа бетке өтеміз. Онда сұрақтарды өзгертуге, жауаптарды өзгертуге және түрлі суреттер мен видеороликтер қоюға болады. Суретті Kahoot-тың жеке библиотекасынан алуға болады. Ол жерде әртүрлі жанрлар бойынша іздеп табуға мүмкіндік бар. Екіншісі өзіңіздің компьютеріңіздегі суретті қою. Немесе үшіншісі YouTube желісінде орналасқан бейнероликті қою. Ол үшін YouTube сайтына өтіп, өзіңізге керекті бейнероликтің сілтемесін көшіріп алып қоясыз. Сәлем достар, қазір ревью арнасына қош келдіңіздер. Біз өзіміздің кезекті бейнеролигімізді ұсынамыз. Яғни қазір мен сіздерге смартфон жадысын қалай босатуға болатынын көрсетемін. Сіздерде мынандай... Мінекей, осылайша сурет не видеоролик арқылы да сұрақ қоюға болатынын білдіңіз. Әрбір сұраққа неше секунд жауап беруге болатынын қойса болады. Ең азы 5, ең көбі 240 секунд. Сонымен қатар алатын ұпай, яғни балл санында максималды 2000, ең азы 0 аралығында қоюға мүмкіндік қарастырылған. Шартты түрде ол 1000-ға тең. Енді дайын болған Kahoot ойынын оқушыға не басқа адамға қалайша жібереміз? Ол үшін Kahoot батырмасы арқылы ойындар тізіміне барамыз. Қажет ойынның тұсында орналасқан 3 нүктені басып, Share, яғни бөлісу белгішесін таңдаймыз. Ашылған терезеде ойынды жіберудің 3 нұсқасы ұсынылады. Kahoot-тағы оқушының аккаунты, сілтемені көшіру және әртүрлі әлеуметтік желілерде тікелей бөлісу. Егер сіз Google Classroom-ды пайдалансаңыз, бұл өте тиімді жол. Осы жерден ақ тапсырма ретінде жібере саласыз. Әдетте көбісі сілтемені көшіріп жібереді. Мысалға, WhatsApp немесе Telegram сияқты мессенджермен бөліскенге өте ыңғайлы. Ойынды басқа жолмен де жіберуге болады. Ол үшін тізімдегі ойынға кіріп, Share батырмасын басамыз. Одан кейін бөлісу түрін жоғарыда көрсетіп кеткендей өзіңіз таңдайсыз. Сонымен, біз бүгін Kahoot құралын пайдалануды үйрендік. Жалпы Kahoot ойыны білім алушылардың жеке пәндерге деген қызығушылығын арттырады. Және де басқа оқушылармен бірге өз білімін жетілдіруге түрткі болатыны сөзсіз. Бүгін мен сізбен бірге оқушылардың бір аудиторияда, яғни бір кабинетте мұғалімнің қатысуымен ойнайтын ойын нұсқасын көрсеттім. Сонымен қатар оның екінші түрі, яғни қашықтықтан интернеттің көмегімен ойнайтын нұсқасы бар. Ол туралы мен сізге екінші, яғни келесі сабақта айтатын боламын. Келесі кездескенше.